кісі болмай тұрғаннан атырау жоқтау болып қалмасын деп ағаға барып сөз алып отырмын. Енді әңгіменің барлығын барлығы жақсы айтып отыр, бәрін қосамыз. Енді бұл жерде бір үлкен өзгеріс болады деп президенттің аузынан шықты. Ол қалады деген болмайды. Сенатта өтеміз деді. Енді үлкен бір жаңалық. Енді оның орнын кім басады деген тақырып болу керек. Біз өзіміздің орнымызды сол мемлекеттік системада қалай табамыз деп біз енді былай айтқан кезде оңшыл азаматтар мен азаматшылар жиналып алып бір қоғамда бірлестік ашып не болса да халықтың ішінде жүрген адамдармыз ғой. Бірақ біздің қолымызда не қаржы жоқ, не административтік бір күш жоқ. Шыны керек, жүрекпен ниет бәрі бар, бірақ мемлекеттік үлкен бір көмек жоқ деген. Сондықтан мен ойлаймын, осы біздер бірлестігін мемлекеттік мекеме ретінде тіркеліп қалса қалай болады деп соны ойлап келе менде мынандай бір ұсыныс болып тұр. Бізде сенат деген бұрын тек әр облысқа келген облысты смотрящий болмайды. Сөз шыны керек, сол жерді тыныштандырып, саяси бағытын көрсетпей, сол бойынша жұмыс жасалатын адам қоғамға тың қажет болған жоқ. Сол сенатордың орнына саяси стратегиялық институт аштыру жайында сөз қозғаса, үндеу жасаса. Өйткені бізде қазір саяси стратегиялық институтымен біз қаншаға кетіп бара жатқанымызды білмейміз. Бізде діни мәдениетте, оқу мәдениетте, дәстүрлік мәдениетте бәрі жан-жақтан кіріп алған, қайда бара жатқанын білмейміз. Жер қай жаққа соғады, солар кете береміз. Көптеген жалғанмалы шетелдің блогерлері бар, қоғам санасын басқа жаққа бұрып деген, былай олар деп біз қайда бара жатқанын естіп жүргенде сондықтан бізді болашағын нақтылайтын саяси стратегиялық институт керек. Кішкентай ғана пример айтайын, көп ұзақ. Мысалы әкімшілік. Облыс әкімі ауыз келеді, өз командасымен келеді. Келгеннен кейін сол келген облыстағы өз жобасын жасайды. Мемлекеттен қыруар қаржы алады, жобасын бастап жасайды. Оны не жасап жатқан халық білмейді, тұрғылықты халық білмейді. Жасап, әкім орнына келіп қалса, жолда жарты жолда қалады. Әкім өзінен келеді, қаржы игерілмей, жарты жоқ қалып қояды. Көрдіңіз, ол не деген сөз? Ол халықтың бақылауында болмағандықтан жоғары жақтағылар өздері негізі ойнасып жатқандар. Ол министрлікке де қатысты сондай нәрсе. Министрде Европадан бірдемеден жаңағындай дамыған мемлекеттерде бір проектқа кірсе, оны жасайды, министр оймен кетті, жоғы жоқ. Мақсаттың барлығы ақша алмау. Біздің қазіргі кездегі ең үлкен біздің аяғымызға тұсау болып тұрған, біздің дамуымызға шектеу болып тұрған ол сыбайлас жемқорлықтан парақорлық. Ал егер де саяси стратегиялық институт ашатын болсақ, осының бәрінен құтылатын едік. Өйткені саяси стратегиялық институт осы мүдделі әкім 5 жыл ауысып кетсе, саяси стратегиялық институт ауыспайды. Ол осы мысалы Алматы қаласының бір даму жолына 100 жылдық, 150 жылдық жоспарын құрып, жұмыс бастаса, тек әкім болсын, министр болсын, мемлекетке ғана келіп, өз менеджер қабілетін көрсетіп, қайта кету керек. Оның келгендігінен біз алға бағытын түзу керек. Ал бізде қазір қалай, әкім ауысып кетсе, министр ауысып кетсе, алып тастап бағытын түзу береді. Жасатын жоқ қой, солай ғой. Үзіп кете береміз. Мынау келеді ақша алу үшін бірден ойлап табады, мынау бірден ақша алу үшін бірден ойлап табады. Сондықтан да ойым біздің сенаттың орнына саяси стратегиялық институт ашуды үндеу жасау керек. Бізге мына қоғам зиялыларының, ғалымдардың, сонымен қатар мына студенттердің, университет қабырғасындағы студенттердің бәрін сол іске соласын араластыру керек, институттың жұмысын араластыру керек. Сосын әркім өзі алған дипломы бойынша жұмыс жасап тұрып үйрету керек. Әркім алып жатқан диплом бойынша жаңағы жоспарлы институттың болашақ бағдарламасына араласа білу керек. Сондай қалыптастырып, үлкен жоба жасау керек. Сонда біз бір тығырықтан шығамыз. Қазір жасыратын жоқ. Жемқорлықпен, парақорлықтың құрбанымыз. Біз бұмен алға баса алмаймыз. Қазір адамдарды өзгертеміз. Жеп қойса адамды өзгертеміз. Ал бізде алгоритм жоқ. Айналып келіп мына нәрсе істегенде мына пайдасы береді деген нәрсе жоқ. Біз бір бағытта жүреді. Бір бағытта. Соны айтайын дегенім осы ақсақалдар кеңесі болсын, билер бірлестігі болсын, ең бастысы саяси стратегиялық институты қабылдауды атсалысу керек. Осы үндеу жасау керек. Ол сенаттың орны босап қалмау керек. Үндеу жасаса, оның жоспары бәрі бар. Қалай жұмыс жасайтын, қандай бағытта жұмыс жасайтын жоспары бәрі дайын. Тек қана соны жүргізу керек. Рахмет тыңдағаныңызға. Жақсы болат бауырымыз. Енді мына павлодардың биі, еркі биі